Алтайдан Анадoluga көшкен қазақтардың тарихына қарағанымызда 1940 және 1950 жылдары екі кезеңде 7 жетекшінің басқаруында Үндістанға келіп жеткенін көреміз. Олар біріншіден 1940 жылғы көштің жетекшілері Есілхан Тайжы және Зайыпұлы Құсман Тайжы. Екіншіден 1950 жылғы көштің жетекшілері Дәлелхан Жанымханұлы, Қалибек Әкім, Құсайын Тайжы, Сұлтан Шәріп Тайжы және Нұрғожай Батыр. Шығыс Түркістаннан 1940 жылы Тибет арқылы Үндістанға өткен бірінші топтың тарихында екі патша, 12 уәзір деген мәтелдің дүниеге келуіне себеп болған бір оқиға бар тұғын. Ол Үндістанның мемлекеттік қызметкерлері қазақтарды шекарада қабылдап жатқан кезде пайда болған. Қызметкерлер қазақтарға «Бастықтарың бар ма?» деп сұрайды. Бар, бізді 2 Тайжы, 12 Үкірдай және Залың басқарады, дейді қазақтар. Бірақ үндістандықтар қазақтарға кезінде мәнжулар берген Тайжы, Залың, Үкірдай деген мансаптарды түсінбейді. Қайта-қайта «Бастықтарың бар ма?» деп сұрайды. Сонда бір қазақ ақыл тауып, 2 патшамыз, 12 уәзіріміз бар, депті. Үстіміздегі 2017 жылы қазақтардың Түркияны қоныстануына 65 жыл толып отыр. Оларды Үндістан мен Пәкістаннан Түркияның премьер-министрі Аднан Менделес жетекшілігіндегі үкіметі 1952 жылы 13 наурыз күні жариялаған шешіммен қабылдаған еді. Осыдан кейін қазақтар топ-топ болып Түркияға қоныс аудара бастады. Бұл процесс 4 жылға созылды. Пәкістандағы қазақтардың алғашқы легі 1952 жылдың қыркүйек айында, соңғы легі болса 1956 жылдың көктемінде Түркияға келді. Санау Алтайдың күн бетінен бостандық іздеп көтерілген көштің алғашқы санын ешкім анық білмейді. Осы орайда 18 мыңнан 50 мыңға дейінгі аралықта түрлі сандар келтіріледі. Жұрт білетін анық сан Алтайдан Анадoluға аманы жеткен қазақтардың саны, ол 1850 адам. Сонда азаттық үшін арпалысқан 10 қазақтың көптегенде бірі ғана арманына жеткен ғой. Олардың 10-нан 9-ы еркін өмір сүру, қазақтың қалпын сақтау, мұсылманшылығын жалғастыру үшін жолда шәйіт болған еді. Түрк үкіметі қазақтарды құшақ жая қарсы алды. Олардың қалаған жерлерінде шаттықпен өмір сүруі үшін қолдан келген көмекте аяған жоқ. Сондықтан Түркия қазақтары түрк халқына алғыс сезімдерін білдіру үшін Стамбул Топкапы ауданындағы Менделестің кесенесіне жыл сайын барып, оның аруағына тағзым етіп, Құран оқып тұрады. Түркия Пәкістаннан қоныс аударған қазақтарды алдымен қонақхана деп аталған оралман ханаларға орналастырды. Ол жерде жаңа көшіп келген азаматтардың баспана, тамақтану, киім сияқты негізгі барлық мұқтаждықтары қанағаттандырылды. Тіпті оларға айлық та төленіп тұрды. Сонымен қатар олар үшін түрк тілі, кәсіби мамандандыру, жаңа елдің тіршілік салтына бейімдеу барысында курстар мен сабақтар ұйымдастырылды. 2 жыл осылай өткеннен соң қазақтарға Түркияның қай жерінде орналасуды қалағаны сұралды. Олар өздерінің дағдылы, көшпенді мал шаруашылығы өміріне сай келетін таулы және далалық Анатолы аймақтарынан қоныс берілуін қалағандарын айтты. Сонымен қазақтар Түркияның Маниса, Измир, Коnya, Ақсарай, Кайсери және Нигде өңірінің далалық және таулық аймақтарында жер көрсетіп арнайы үйлер салынды. Бірақ кейін ауылдық жерлерде күнкөріс қиын болғандықтан, олардың көпшілігі 1960 жылдардың екінші жартысынан бастап Стамбулға қоныс аударды. Қазір олардың көпшілігі Стамбулдың Зейтинбурны, Güneşli Қазақ кент, Küçükçekmece және Сефа көй сынды аудандарында өмір сүруде. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер тарих ғылымдарының докторы, Мимар Синан Көркем өнер университетінің профессоры Әбдіуахап Қараның бағдарламасын тыңдадыңыздар.